Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ауыз ашарға осындай шабдалы қосылған керемет кекстарды дайындаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдымен қантымыз бен жұмыртқамызды аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Массамыз ағарғанша осылай аппақ болғанша миксерлейміз. Не кесебет үлкейгенше. Одан кейін үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Енді қаймақ қосып, бір миксерлеп аламыз. Қаймақ болмаса, айран немесе йогурт қоссаңыздар да болады. Еліктен өткізіп алған ұнымызбен бір шай қасық қопсытқышымызды салып, жай жылдамдықтан бастап асықпай миксерлеп аламыз. Әйтпесе ұндарымыз шашыраңқы болып кетеді. Барлығын біркелкі болғанша осылай миксерлеп аламыз. Одан кейін жан-жақтарын жинап, кондитерлік мешокқа ыңғайлығы үшін осылай салып дайындап аламыз. Енді осындай консервідегі шабдалыларды жіңішкелеп, ұзыншалап турап аламыз. Достар, менің видеом сіздерге ұнап жатса, онда лайк, комментарий қалдырып, және арнама тіркеліп қоншан басып қойыңыз. Сол кезде видеоларымды бірінші болып үзбей көріп отырасыз. Мен кекстерді осындай әдемі болып шығу үшін арнайы осындай қағаздарды пайдаландым. Оларды майлап қажет емес. Егер сізде металл формалар болса, оларды майлап жіберу керек. Осылай толтырып құйып шығамыз теңге 12-ге. Одан кейін бір қозғап жеріп, бетіне турап алған шабдалыларымызды 3-3-тен қойып шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде піскен-піспегенін шпажкамен тексеріп алыңыздар. Міне кекстарымызды қараңыздар, қандай күшті әдемі болып шыққан. Бетіне әдемілік үшін сахарный пудра сепсеңіздер болады. Болмаса сеппей қойсаңыздар да болады. Онсыз да кекстарымыз жұмсақ, нәзік, дәмді болып шыққаны көрініп ақ тұр. Сіздер де жасап көріңіздер, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Алдағы уақытта менің түрлі рецепттерімді жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп қоңшан басып қойды ұмытпаңыздар.